Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бір қайнатып құя салатын оп-оңай компот жасау әдісімен бөлісетін боламын. Еш қиналмайсыздар, қайта суын төгіп, қайта құйып жүрмейсіздер. Бір істегеніне ұқсайтын, атылып кетпейтін оңай компот жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керек жемістерімізді жақсылап жуып аламыз. Менде қара өрік, шабдалы, алма болды. Шабдалының екі түрі. Видеода көріп тұрғандарыңыздай менде 5 банка шықты. Осылай қара өріктерімді есептеп салып алдым. Сосын шабдалыларымды бөліп салып алдым. Бір банкаға 2-ден 3-ден тура келді. Аса қиын емес, оп-оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Осы арада бір істелінген шабдалы кетіп қапты. Оны алып тастап, орнына басқа шабдалын салдым. Шабдалымның екі түрінен салатын боламын. Байқасаңыздар, біреу түгі бар, біреу түгі жоқ деп айтылады. Екіншісі жұмсақ, оны да жақсылап жуып, екінші шабдалымды салып алатын боламын. Кейінгісі алмаларымызды тазартып, ортасындағы қатты жерін алып тастап, алмаларымызды салатын боламыз. Байқасаңыздар, бір банкаға бір алмадан тура келдім. Осылай банкаға алмаларын 4-ке бөліп сала салдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оп-оңай жасалу жолы. Үй ішімізге ұнайды осы компот. Суын қайта-қайта төгіп жүрмеңіздер ешқашан. Бір рет қайнап шыққаннан кейін суын құйып, жауып тастай бересіздер, болды. Аса қиыншылық емес. Ең бастысы шірігі болмау керек, жемістеріміз таза болу керек. Жақсылап жуыңыздар. Осылай алмамыз 4-ке бөліп сала саламыз. Байқасаңыздар, менде ең соңғы алмам шірік болды. Ол шірігінді алып тастап, тазартып, кейін салатын боламыз. Енді алмаларымыз, көкөністеріміз салғаннан кейін шекеріміз салатын боламыз. Мен шекерімді тартып өлшеп алдым. 200 граммнан тура келер екен. Ол деген бізде бір пиала шекеріміз салып, бір пиаладан шекеріміз салып шыққаннан кейін үстіне қайнаған суымызды құйып, жауып тастай беретін боламыз. Аса қиын емес, оп-оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылай суымыз құйып алғаннан кейін бәрін жауып тастай береміз. Тура бір күннен кейін көрсеңіздер, түсі әдемі болып өзгерген болады. Бірінші күні түсі шықпайды, осыны аппақ болып тұрады. Жаймен барып, түсі өзгеріп, әдемі түске енеді. Қысы бойы тұрған, қысы деп оңай, күзі бойы тұрып, түсі өзгеріп, әдемі болып қалады. Осылай компоттың оңай жасалу әдісімен бөліскен болатынбыз сіздермен. Көріп тұрғандарыңыздай, көп уақыттарыңызды алмайды. Өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды құртпай, осылай жауып тастай салыңыздар. Ешқандай қорықпаңыздар, атылмайды. Ең бастысы банкаңыз сау болу керек. Шірік жеміс болмау керек. Банкамызды бұрап алғаннан кейін астына шекері қатып қалмау үшін осылай 1-2 айналдырып жүреміз. 1-2 болғанда шекері ерігенше. Осылай оп-оңай жауылады. Менде тура бір күннен кейінгі видео. Байқасаңыздар, компоттың түсі өзгеріп, жемістерім бүтіндей сол күйі тұр. Жай ғана түсі өзгерген. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Гүлбахар. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер.